Господин Кошанов, мы знаем, что по новым правилам правящая партия берет политическую ответственность за все действия правительства. И готовы ли вы разделить политическую ответственность за те действия, которые были предприняты правительством Смаилова? И готовы ли вы взять на себя политическую ответственность за то, что будет делать правительство Бектенова? Политическая партия несет ответственность перед своими избирателями. То есть наша ответственность измеряется голосами наших избирателей. Если избиратели доверяют, они будут голосовать за нас. Если нет, то не будут голосовать. Вот это и наша ответственность. То есть за все промахи вы не будете их? Если говорить о прежнем правительстве, то оценку дал уже глава государства. Также я не могу сказать, что был большой провал в работе этого правительства. Макроэкономические показатели говорят об этом. Более 5% это рост экономики. 2 раза снижена инфляция. Инвестиции в страну пришли также в хорошем объеме. Но в то же время, конечно, были проблемы, нерешенные вопросы, которые в основном копились годами. Это и теплоэнергетика, это в целом энергетика, это вопросы инфраструктуры, закредитованность населения и другие вопросы. Конечно, эти вопросы есть. В этом, конечно, мы разделяем эту ответственность, политическую ответственность с тем правительством. И новому правительству, да, мы оказали доверие, мы предложили кандидатуру премьер-министра. Президент сказал, что нужен новый импульс. Президент сменил правительство. Мы предложили господина Бектенова. Стоят новые задачи, большие задачи, амбициозные задачи, которые поставил глава государства. Это к 2029 году необходимо удвоить внутренний валовый продукт. Для этого необходимо обеспечить не менее 6% рост экономики ежегодно. Большой вопрос теневой экономики. Большие задачи стоят по возврату капиталов. Поэтому нужны были новые люди. Мы посчитали, что кандидатура нынешнего премьер-министра Бектенова самый подходящий. Бишімбаевтың соты басталды. Оқиға төңірегінде сұмдық әңгімелерді естіп жатырмыз. Қоғам журналистер алаңдап отыр. Бәрімізге белгілі, Бишімбаевтар әулеті осал емес. Бишімбаев жауапкершіліктен сытылып кетпей ма? Және оған әділ жазасы беріледі деп ойлайсыз ба? Енді қазір сот процесі жүріп жатыр ғой. Өзіңіз білесіз, соттың процесіне ешбір азаматтың, ол депутат болсын, журналист болсын, немесе басқа да лауазымды қызметте жүрген азамат болсын, оған араласуға ешқандай құқығы жоқ. Оған араласуға болмайды. Біріншіден. Екіншіден, бұл іс үлкен резонанс туғызды. Шынында да жан түршігерлік оқиға. Қоғамның ерекше бақылауында деп айтам. Президент осы мәселе бойынша, осы оқиға бойынша тергеу жұмыстарын дұрыс жүргізу бойынша өзінің тапсырмаларын берді, өз бақылауында ұстап отыр. Сондықтан осындай қоғамдық бақылау бар кезде әрине ешқандай бұрмалаушылық болады ғой деп мен ойламаймын. Сондықтан әділ үкім шығаратынына біз сенеміз. Журналистерді сот залында кіргізбей жатыр. Бұл біздің әріптестеріміздің құқығын таптап жатыр. Ойламайсыз ба? Енді соттың ғимаратында сіздер болдыңыздар ғой. Сот негізі мейлінше ашық жүріп жатқанын біз бәріміз көріп отырмыз ғой. Мен де сіздер сияқты ақпарат құралдары арқылы көріп отырмын. Тікелей эфирден көріп отырсыздар. Және де тағы да қайталап айтам, сот үкім шығаруда да, немесе қандай форматта сот процесін жүргізуде, олар өздері дербес шешім қабылдайды. Сондықтан сондай шешімді сот қабылдады. Бүгінгі күнде онлайн режимде сіздерге бүкіл ашық ақпарат беріліп жатыр сот процестері туралы. Ал енді жаңағы сот жүріп жатқан залдың ішіне кіру ғой сіздің мәселе айтып отырған. Енді ол бәріміз көріп отырмыз ғой, қандай шағын зал екен. Бұл аудандық сот. Сондықтан бұл жерде мүмкіндігі менің ойымша шектеулі. Сол залдың да, бүгінгі күнде аудандық соттың да. Сондықтан бұл мәселе туындап отыр ғой деп мен ойлаймын. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Как только у нас прошли январские события, да, президент сказал, что мы будем строить новый справедливый Казахстан. Тем не менее, почему-то сейчас при новой власти, да, у нас периодически, да, пополняются ряды политических заключенных. Почему у нас так много политических заключенных? Я считаю, что перед законом все равны. Кто нарушил закон, тот должен нести ответственность.
Спикер мырза, бүгін біз мәжіліс отырысында байқайтынымыз депутаттар тарапынан шенеуніктерге дөрекі сөйлеп, жеке басқа өтіп жататын әрекеттерді байқаймыз. Жалпы қоғамда жаңағы депутаттар тарапынан бір хайп қуған әрекеттер байқалады деген пікірлер қалыптаса бастады. Жалпы бұл депутат этикасына жатпа, әлде депутаттардың министрлерді қуырдақша қуырғаны қажет пе? Мәжіліс ол келген министрлердің немесе басқа да лауазымды тұлғалардың маңдайынан сипап жіберетін жер емес қой. Бұл жерге келгенде депутаттар талап қояды, сұрақ қояды. Сұрақтарына егер нақты жауап ала алмаса, кейде эмоцияға беріліп те жатады. Бұл парламентаризмнің өзінің бір заңдылығы деп айтуға болады. Эмоциялар болады. Бірақ ол эмоция дөрекілікке, немесе жеке басқа өту, немесе агрессияға өтіп кету, немесе тілімен, діні бойынша, ұлты бойынша кемсітуге, оған әрине жол беруге болмайды. Регламентте оның бары көрсетілген, регламенттің орындалуын қадағалайтын, ол әрине мәжіліс төрағасы ретінде мен оған жол бермеуге тиіспін. Сонымен қатар бізде этика жөніндегі комиссиямыз бар. Сол комиссияда егер ондай жағдай бола қалған жағдайда бұл мәселелер қаралып отырады. Әртүрлі жағдайлар болады. Кейбір келген министрлар немесе олардың орынбасарлары толық бізге жауабын бере алмай жатады. Немесе сырғытпа жауап беріп жатады. Кейде жазбаша береміз деп кетіп жатады. Енді ол дайындықпен келу керек қой. Қойылатын сұрақтарға жауабын беру керек. Міне сол кезде әрине конструктивті әңгіме болады деп мен ойлаймын. Ал бүгінгі күнде жаға жыртысқан немесе шектен шыққан бір оқиғалар болды ғой деп мен ойламаймын. Бұл парламентаризмнің табиғаты осы. Осыған қатысты ауыл шаруашылық вице-министр болған Әбілқайыр Танабектің қызметіне кетуіне мәжіліс депутаттарының қатысы бар деген Дала инсайт сайтында ақпарат шықты. Өзіміз куә болғанбыз, Танабекпен өшеде бір қатар депутаттар текетірес болып қалған. Кейін депутаттар үкіметке хат жазған деді 20 шақты. Танабек өзінің қызметіне лайықты емес деген мағынада дейді. Жалпы депутаттарға ұнамаған министрлер, шенеуніктер қызметінен кете бере ме, және бұл ақпарат шындыққа жанаса ма? Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды, себебі ондай ақпарат менде де жоқ. Енді олай болды деп мен ойламаймын. Онымен қатар ол азаматтың менің білуімше Жамбыл облысына орынбасар болып кетті ғой. Енді ол бұрынғы өзінің басшысы, министрі Қарашөкеев мырза Жамбыл облысына әкім болып барғаннан кейін бұл заңды құбылыс шығар. Сол жерге орынбасар болып өзінің бұрынғы орынбасарын алып кеткен. 5 наурыз күні сіз Мәскеуге бардыңыз, сапармен, жұмыс сапармен. Сол күні Бектенов те барды. Жалпы бұл кездейсоқтық па? Қоғамда жалпы біздің шенеуніктер неге Ресейге барғыштай береді деген бір алаңдаушылық бар. Неге бардыңыздар жалпы? Әдейі бірге барайық деп ұйымдастырған мәселе емес. Ол үкіметтердің арасындағы өздерінің сөйлесетін мәселелері бар. Ал менің барған сапарым бұл көптен жоспарланған ресми сапар болатын Ресей Федерациясына. Сол сапар барысында мен Ресейдің Думасының басшысы Володинмен әріптесіммен және де Федерация кеңесінің төрайымы Матвиенко ханыммен солармен кездесулер болды. Екі жақты кездесулер. Көптеген сол заң шығару жұмысы бойынша басқа да екі мемлекет арасында қарым-қатынас бойынша келіссөздер жүргізілді. Соның ішінде бір мәселелерді айтып кетуге болады. Ол біздің мысалы үшін проблемалық мәселе болып тұрған жүк тасушыларымыздың шекарадағы кейбір проблемалық мәселелері. Ресей мен Белоруссия шекарасында, сонымен қатар Қазақстан мен Ресей шекарасында туындап жатқан мәселесінде мен проблема мысалы үшін соларға қойдым. Немесе біздің қазақстандық әскери оқу орындарында оқып жатқан студенттеріміздің де кейбір мәселелері болды. Енді оның бәрі ағымдағы шешімін табатын мәселелер енді. Мәжілістің жұмыс бастағанына 1 жыл болды. Осы 1 жылда әртүрлі заңдар қабылдадыңыздар, жұмыс істеп жатсыздар. Бірақ осы депутаттардың арасында бір-бірін сынамайтын, жалпы этикаға қайшы деп айтатын мәселелер көп. Тіпті кейбір мәселе көтерілген кезде депутаттардың өзі мына мәселені осы парламентте көтеретін тақырып емес қой дейді деген мәселе айтады. Неге депутаттарға бір-бірін сынау мүмкіндігін берілмейді? Депутаттар бір-бірін сынаймын десе, оларға ешкім шектеу қоймайды. Енді жаңа сіздің бір әріптесіңіз депутаттар шектен шығып жатады деп жатыр. Сіз сынамайды деп жатырсыз. Сондықтан бұл жерде қайсыңыздың сұрағыңыз дұрыс деп ойлайсыз. Ал жаңа сіз әлгі 1 жыл дедіңіз, шынында да біздің жұмыс істегенімізге міне таяуда осы 1 аптадан кейін ба 1 жыл болады. Міне 1 жылдың ішінде бір қатар жұмыстар жасалды, оны өзіңіз көріп отырсыздар. Тиісті заңдар да қабылданды, нағыз қоғамға қажетті заңдар.
Соның ішінде ұлттық қор балаларға деген заң, мысалы үшін. Бұл енді өте қажетті заң ғой. Немесе жаңағы зиянды өндірістерде қызмет жасайтын біздің азаматтарымыздың мәселесін зейнетке шығу шешу мәселесі. Сонымен қатар шетелге заңсыз шығып кеткен қаржыларды қайтару туралы осы заңдардың бәрін осы бір жылдың ішінде қабылданды. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа тосқауыл қоятын заң жобасы да біз қабылдап оны Сенатқа жібердік. Қазіргі халықтың мойнына түсіп отырған несие мәселесі, оны да тосқауыл қоятын заңды біз қазір бірінші оқылымда қабылдадық. Бұл мәселені де қазір қарастырып жатырмыз. Сондықтан бір жылда жаңағы өзіңіз айтқан бірқатар жұмыс атқарылды деп ойлаймын. Сонымен қатар тағы бір айтатын ерекшелік ол осы біздің ашықтығымыз. Қалай болғанда да біз депутаттар, мәжіліс, бұл біз ашықтықты қамтамасыз еттік деп мен айта аламын.